Тәжірибелі дәрігердің айтуынша, аллергия 21 ғасырдағы кең таралған аурулардың бірі. Себебі қоғамда өркениеттің дамуына байланысты тұрмыстық химия өнімдерінің көбеюінен аллергиямен ауыратындардың саны да артып отыр. Бұл ауру адам иммунитетінің дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан пайда болады. Бүгінде әлем халқының 40% аллергиямен ауырады. Оның ішінде Қазақстанда мұндай дертке шалдыққандардың саны 35-38%. Адамдардың басым бөлігі аллергия тек жазда болады деп ойлайды. Алайда бұл дерттің түрлері өте көп және оған жыл мезгілінің қатысы жоқ. Аллергия тұқым қуалайды. Дәрігер тамаққа, жануарлардың жүніне, оның қайызғағына, зәріне және шаңға, шаң кенесіне, дәріге, шөпке аллергия көбейіп кеткенін айтады. Тіпті кейде жаңа туған сәбидің ана сүтіне аллергиясы болады екен. Аллергияны емдеуге гормондар қатты көмектеседі. Тіпті кейбір дәріханаларда сатушылар бұл гормондарды дәрігердің кеңесінсіз ақ пациентке салып береді. Бұл қылмыс әрі адам өміріне қауіпті. Мұндай гормонның бірі дипроспан дәрісі. Ол 1 айға екпе түрінде салынатын гормон. Екіншісі киналог дәрісі. Ол 6 айға есептелген гормондық дәрі. Бұл дәрілер 1 не 2 жыл көмектескеннен кейін әсерін бермейді. Кейін жеңіл дәрілер көмектеспей қалады. Бұл дәрілер диабет, глаукома, катарактаға шалдықтыруы мүмкін. Қан қысымын көтеріп, сүйекке қажетті кальций, фосфор сынды минералдарды организмнен шығарады. Метаболизмге кері әсерін тигізіп, адам артық салмақ жинауы ықтимал. Жігіттер мен қыздардың жыныстық құмарлығын төмендетеді дейді дәрігер. Аллергологтың пікірінше, дәріханалардың жұмысын бақылауға алу аллергияның алдын алуға септігін тигізеді. Бүгінде мемлекетіміз дәрілерді қатаң бақылауға алды. Осы күндері рецептсіз дәріханадан дәрі ала алмайсыз. Оны оңды-солды, орынсыз қабылдағандықтан, қазіргі таңда дәріге аллергия көбейіп кетті. Сондай-ақ аллергия ауруы күнделікті жейтін тағамдарға да тікелей байланысты. Бұл ретте дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Бүгінде тағамдардың барлығына дерлік түрлі консерванттар мен қосымша бояғыш құралдар пайдаланылады. Сонымен қатар жарамдылық мерзімі де ұзартылады. Бұл тағамдар адамның организміне түскеннен кейін аллергиялық ауру туындатуы мүмкін. Сонымен қатар иммунитет әлсіреп, күйзеліс пайда болғаннан, вирустық инфекциялардан, үйдегі тұрмыстық химиялық заттардан, әйелдер қауымы түрлі косметиканы пайдаланғанда да аллергия пайда болады. Ауырған адам әлсіреп, оған дәрумендер де жетіспеуі мүмкін. Ересек адамдарда аллергия әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін. Кейбір адамдарда жеке бір тағамдық қоспаларға аллергиялық реакция болады. Мәселен, сиыр сүті ең белгілі аллергендердің бірі. Сүттің құрамында шамамен 20 түрлі ақуыз бар, олардың әрқайсысы аллергия туғызуға қабілетті. Тауық жұмыртқасы да кең таралған аллерген. Медициналық тәжірибеде бір ғана тауық жұмыртқасын тұтыну анафилактикалық шокқа және басқа да ауыр зардаптарға келген жағдайлар бар. Ақуыз бен сары уыз түрлі антигенді қасиеттерге ие, сондықтан кейбір адамдар ақуызды оңай тұтынып, сары уызын тұтынғанда аллергияға шалдығуы мүмкін. Егер өзіңізден аллергияның белгілерін аңғарсаңыз, дереу дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Аллергия немесе басқа да аурулардың алдын алған жөн.